Менде буын ауру 12 жылдан бері системный склеродермия деген диагноз қойған маған. Содан бері ана гормон ішіп келем. Метипред деген, метаджек деген укол салатынна иығымнан 12 жылдан бері. Осыны 2 ай ішіп, мен сол метипредті тоқтаттым. Бұрын метипредті ішпесем, мен орнымнан тұра алмайтынмын өздігімнен азанда. Мына денемнің бәрі құрсып қалатын. Мынау саусағымен бүйтіп пакет ұстай алмайтынмын деп, қолым бүйтіп жартылай жабылып тұратын, бүйтіп былай жабылмайтын тұғын. Өйткені мынаның бәрі ісік бүйтіп бүгілмейтін қол. Соның бәрі кетті міне, ісігім қайтып қолымның міне. Содан кеше осы жақында 5-6 ай бұрын қолымның ұшында жара пайда болды. Со дәрігерге көрсеткенімде маған сіздің диагнозыңызға байланысты осындай жара шығады деді. Бірақ ол кетпейді деді маған. Сөйтіп 5 ай жүрдім мынаны ішпей тұрғанымда. Содан 2 ай осыны ішкеннен кейін мына жара жаймен деп уже ауырғаны басылып, мына жара болып кеткен. Сол жаймен жабылды жара. Сосын ана кезде дәрігерге барғанымда мен қайттан айттым, мына жарам кетті десем, қалай кетті? Негізі сіздің диагнозыңызға байланысты ол кетпей керек қой дейді маған жара. Қыздар, мен жолдасым грижа болған ғой, грижадан күшті. Операция деген бір жұмадан кейін. Жасатқан жоқпыз, осы базовыйды ішті, ерефпен акселерді ішті. Сол дәрігерге көрсеттім да, немді, жарамды. Айта бер, Айнұр, айта бер. Ол дәрігер айтады, ол сіздің ол жара кетпейді деген тұғын маған, өткен диагнозыңыз сондай деп. Сол 2 ай ішіп, сол 6 ай жүрген жарам кетті ғой. Қолымда мына жер жара болып, суға тисе жаман, жанымды шығарып, ыдыс аяқ жусам жанымды шығаратын мына жерде жара. Сен вовремя келдің, ана сүйектен өтіп кетсе масқара болушы еді. Маған сол дәрігер кетпейді деген ғой, жара кетпейді деген тұғын дәрігер. Өйткені сіздің диагнозыңыз соған байланысты деген жара кетпейді деп айтқан. Сол кетті ғой. Осын 2 ай ішіп. Сол ана кезде дәрігерге барғанда айттым, осы жарам кетті, мынаны қарашы көрсетсем, үнде алмай қалды, іштеме демей.